Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді цифра тортын әзірлейтін боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Осындай ерекше дәмді түрлі рецепттерін жібере алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Шоколадымыз бен майымызды ертіп аламыз. Жақсылап ерген соң, лопатканың көмегімен осылай жақсылап ертіп алып, сәл суытып барып жұмыртқамыздың үстіне саламыз. Пергамент қағаздың үстіне осындай трафареттің көмегімен сызып шығамыз. Болмаса А4-ге өзіңіз сызып алып қойсаңыз болады. Сызып аламыз да бетіне массамызды құйып шығамыз. Мәне біздің корждар пісіп шықты. Енді трафаретіміз үстіне қойып, ыстық күйінде тез кесіп алмасақ, кейін қатып сынып кетеді. Өстіп пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Крем чизіміз бен қантымызды жақсылап біріккенше миксерлейтін боламыз. Дайын болған массамыздың үстіне сливкімізді құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Торттың бетін қалаған заттарыңызбен әсемдесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Комментарийді қалдыруыңызды сұраймын. Алдағы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.